Тауды екіге жарасың, тастың қашап арасын, кесіп өтіп кезеңді, аягөз қайда барасың. Жағаңдағы сұлу тал, саясының шөбі бал, ерекше семіз ішкен мал, суын қағып сүйріктей, шалқып шаппай жүйріктей, екіге бөліп ерке су, қас пенен көздің арасын, Тарбағатай тауынан, 90 сала қосылып, 9 өзен түйісіп, ақтың төмен жосылып, ағының тасты ағызып, арнан қалды осылып, күркіреген үңіннен, аңдар қашты шошынып, қырға суың тарады, ойға суың барады. Тоған менен тосылып, аягөз сенің бойыңда, несібе ырыс тегіс қой, сай-салаң толған жеміс қой. Қырың малдың кіндігі, ойың өнім егіс қой. Айтуға ауыз келеме, аягөз кімнің жер еді? Жер сауырын жайлауды, ел сауыры дер еді. Жер кімдікі дегенде аға сұлтан қазылар не деп жауап береді? Сауыр жерден айырылып, қазақ елі жұғарды. Сауыр емес шап болды, заманға сай адамы. Қу заманға сұм басшы, сорымызға тап болды. Жағаға дуан түскен соң, суыңды орыс ішкен соң, аягөз суы қағынды. Би сташын мойнына, жезден қарға тағынды. Аға сұлтан қазылар, майырға болды жағымды. Шайқайды қулар тағымды, тайғызды бастан бағымды. Сындырды елім сағыңды. Қара ісіне дем беріп, қайратты әдей ағыңды. Ұзын өріс қысқарып, кең қонысың тарылды. Сөзінен кетіп пәтуа, құт берекең арылды. Ағайын араз болған соң, ел екіге жарылды. Қарайласпай жоғыңа, көре алмай күндеп барыңды. Жауға шабар ерің жоқ, сақадай болып сайланып. Төсек жанды мырзалар, ала баспақ байланып. Үй күшіктей үреді, отының басын айналып. Жеріңнің алды шырайын, дуан салып жайланып. Татыңды айтсаң майырға, Сібірге кеттің айдалып. Бейнең қандай болды екен, қарасаңшы бір мезгіл, қолдарыңа айналып. Жерге қарай мал бітіп, малға қарай құт болмақ. Қонысынан мал тайса, құты кетіп жұт болмақ. Айтып айтпай немене, күн өтіп уақыт біткендей, сары арудай сарылып, өлімді аңсап күткендей.